Бауыр, өтқуық, тофографиясы және де құрылысы. Бауыр бізде негізінен хепатика деп аталады. Оның орналасатын бөлігі оң жақ қабырғасында, яғни эпигастр аймағында орналасады. Оның бізде екі ұшын қарастырады, жоғарғы ұшы және де төменгі ұшы. Бізде осы жоғарғы ұшы 5-ші қабырғааралық бөлігінде орналасатын болса, ал төменгі ұшы ол бізде осы қабырғааралық доғаның барлығын алып жатады. Сонымен қатар бізде осы орналасу бойынша болды, яғни тофографиясы бойынша. Одан кейін бізде оның қандануы. Бізде қандануында трулкус кохлеатус деп аталатын аортадан шығатын сабы болады. Ол сабауларда бізде оң жаққа қарай кететін тармағы болады, яғни артерия хепатика деп бөлінеді. Ол тармақтан бізде өзінің меншікті тармағы болады. Ол меншікті тармағынан кейін оң және де сол деп бөліп қарастырылады. Бізде осы оңға қарай кеткен бөлігінен артерия хепатика, яғни бауырды қанандырады. Одан кейін бізде солға қарай кеткен бөлігінде бізде осы өтқуық, яғни осы өт қабықшасын бізде артериямен қамтамасыз етеді. Одан кейінгі бөлігінде бізде оның құрылысына келетін болсақ, бізде осы өттен шығады, яғни осы бауырдан бізде өт шығады, яғни өтті бізде гепатоциттер түсіп беретіндіктен жаңағы бізде дуктус филия арқылы бізде осы өт қапшығына түсіп отырады. Өт қапшығы бізде филия деп аталады. Оның негізінен бізде мойнын, денесін, құйрығын қарастырамыз. Сонымен қатар ода бізде Люткенстің сфинктерлері болады. Одан кейін Мерези сфинктері, одан кейін Отти сфинктері болады. Бұл сфинктердің керектері, мысалға, организмде майлы тағам жеген кезде 12 елшекке қарай бөліп отыратын өттердің түсіп отыру, яғни ары қарай басқа керек емес кезде өттің түсіп кетпеуін қамтамасыз етіп отырады сфинктерлердің қызметі. Бізде дәл осындай сфинктерлер негізінен асқазанда, яғни кіреберіс бөлігімен шығатын бөліктерінде орналасады. Одан кейін бізде өтқуықтың қабаттары, яғни олар 3 қабаттан тұрады. Біз сыртқы қабаты стероза қабаты, ортан қабаты бұлшықетті қабаты, одан кейін үшіншісі бізде шырышты қабаты болады, яғни туника мукоса, туника мускулярис, туника цепоса деп бөліп қарастырып отырады. Бауырды біз негізінен алдыңғы бетін және де артқы бетін бөліп қарастырамыз. Бауырдың алдыңғы бетінде бізде оң үлеске және де сол үлеске бөліп қарастырады. Бізде сол үлесін лобус синистра хепатика, лобус декстра хепатика деп екіге бөліп қарастырады. Осы екеуін бөліп тұратын бөлігінде бізде орақ тәрізді байламы болады. Ол орақ тәрізді байламын бізде филикус, орақ тәрізді байламын бізде лигаментум фалиформ деп аталады. Және де осы лигаментум фалиформ астында бізде дөңгелек байлам болады. Оны бізде лигаментум терс хепатика деп атайды. Осы дөңгелек байлам бізде кіндік бөлігімен жалғасып жатады. Яғни бізде адамның абдоменсқа, яғни операция жасайтын болса, бізде іштік бөліміне келе жатқан кезде ішектен кішкене жаңағы кіндіктен кішкене жанына қарай операция жасайды. Одан кейін бізде оның жаңағы бізде орақ тәрізді байламнан кейін екі жаққа қарай, оң жаққа қарай, сол жаққа қарай бөліп қарастырылады. Осы оң жаққа қарай бөлігіне кеткен кезде бізде жаңағы тәждік байлам болады. Тәждік байламда бізде лигаментум коронариум деп аталатын болса, ал бізде үшбұрыштық байламы болады. Ол жаңағы сол жаққа қарай бағытталған болып келеді. Сонымен қатар бізде оның артқы бөлімін ажыратамыз. Артқы бөлімінде бізде оның 4 бөлімін қарастырады. Оң жақ бөлігі, сол жақ бөлігі, және де құйрық тәріздісі, және квадратус бөлігі. Яғни бізде каудатус бөлігі, квадратус бөлігі, яғни лобус квадратус, лобус каудатус бөліктері болып қарастырылады. Және де олардың дәл ортасында бізде триадалар болады. Яғни триада дегеніміз бұл жаңағы өтқуықтың түтікшесі болады сол жерде. Одан кейін артерия мен вена кіреді. Бауырдың бізде бір ерекшелігі, оларда ешқандай ауру, яғни ауру рецепторлар болмайды. Яғни ешқандай ауруды сезбейді. Тек қана бізде осы бауырға қан толып кеткен кезде ғана ол ісініп, одан кейін ауру сезім байқалады. Және де байқалады. Одан кейін бізде осы бауырдың ең басқа ағзалардан ерекшелігі, оларға қақпа венасы кіреді, яғни вена порти. Олардың қызметі мысалға тақ ағзалардан, асқазан, көк бауыр сияқты жаңағы ағзалардан қанды жинап алады, яғни шектер деген қанды жинап алады да бауырдың ішінде фильтрация етіп ары қарай төменгі қос вена, яғни вена кава инфериор бөлігіне құяды. Ал вена кава инфериор бізде оң жақ жүрекшеге қарай құйып отырады.
Және де бізде бауыр негізінен осы іш астармен қапталу бойынша бұл мезопариетональды болып келеді, яғни олар үш жағынан қапталады, алдынан, астынан және жанынан қапталады. Тек қана диафрагма өтетін, яғни осы орақ тәрізді байлама ғана бізде қапталмай кетеді. Яғни бұл бізде кіші шарбауды түзіп беретін орган болып табылады. Яғни бізде оның байламдары болады. Ол бауырлық асқазандық байлам, лигаментум хепатогастрикум, одан кейін өңештік байламы болады. Ол бізде лигаментум хепатиоэсфаглис деп аталады. Одан кейінгі байлам бізде шекпен байланысады, лигаментум хепатио илиакум деп аталады. Одан кейін бізде асқазан өнекелшектік байлам болады. Ол бауырлық 12-шектік болып қарастырылады. Ол бізде артерия хепатико-дуоденалис деп аталады. Сосын бізде ең соңғы бөлігі бұл диафрагмамен байланысатын бөлігі. Оны бізде лигаментум хепатио френикум деп аталады.